Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Имам Муслим риwayat etкен хадисте мұъминдердің анасы Жуайрият радиаллаху анха айтады: бірде мен намазымды оқып, яғни таң намазын аяқтағаннан кейін сол отырған күйімде отырып зікір етіп дұға ете бастадым. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалама мені сол отырған күйінде қалдырып өзі үйден шығып кетті. Біраз уақыттан кейін күн көкке көтерілгеннен кейін Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалама үйге қайта оралды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама менің дәл сол қозғалмай сол күйде отырғанымды көріп таң қалып: «Я Жуайрия, бағана таң кезінде мен сені осы күйіңде қалдырып кеткен едім және әлі сол күйіңде отырсың ба?» деп таң қала сұрады. Сонда мен: «Иә, Алланың елшісі» деп жауап бердім. Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалама былай айтты: «Бағана мен үйден шыққан кезімде мына сөздерді 3 рет қайталап айттым. Субханаллахи ва бихамдих, адада халқих, ва рида нафсих, ва зината арших, ва мидада калиматих». Егер осы сөздерімді таразының бір бетіне және де бағана таң намазынан бері дәл қазіргі уақытқа дейін сенің еткен барша зікірлеріңді, дұғаларыңды таразының екінші бетіне қоятын болсақ, менің сөздерім 3 рет қайталап айтқан зікірім ауыр тартатын еді деп осындай керемет зікір сөздерін үйреткен екен. Енді мағынасына келетін болсақ, Субханаллахи ва бихамди, адада халқи, ва рида нафси, ва зината арши, ва мидада калимати. Аллах Тағала барша күллі кемшіліктен пәк және де оған мақтау, мадақтар болсын. Сондай мадақ оның жаратылыстарының саны қанша болатын болса, сонша мадақ болсын. Және де ол өзі разы болатындай мадақ болсын. Және де оның жаратқан аршысының салмағындай бір мақтау, мадақтар болсын. Және де Аллах Тағаланың барша сөздерін жазуға жететіндей сияның көлемінде үлкен мадақ болсын деп осындай ерекше зікір сөздерін үйреткен екен. Аллаху а'лам. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллама таслима. Вальхамдулиллахи раббил аламин.